Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Шұғыл ақпарат. Назарбаевтың інісі Бақыт Сұлтанов қазақты тонап, қант бағасын 1000 теңгеге жеткізген соң қалмақтың арқасында жаңа жұмысқа тағайындалды. Оны Тоқаев Назарбаевтың елшісі ретінде әлі де қамай алмай жүр екен. Видеоға лайк қойып, арнамызға тіркелуге ұмытпаңыз. Ал бастайық. Бақыт Сұлтанов 2 ай демалыстан кейін жаңа қызметіне кірісті. Бірнеше жыл үкіметте министр, вице-премьер болған Бақыт Сұлтанов жақында Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының мүшелігіне тағайындалды. 28 жылдық мансабындағы 2 айға созылған ең ұзақ демалысым өз мәресіне жетті. Еуразиялық экономикалық одақтың 5 елінің басшылығы менің кандидатурамды келісу үшін осынша уақыт қажет болды, деді Бақыт Сұлтанов. Оның айтуынша, бұл ұйымдағы міндеті бәсекелестікті қорғау, монополияға қарсы реттеу және мемлекеттік сатып алу мәселелерімен айналысу. Яғни ЕАЭО-ның барлық елінің мүдде тепе-теңдігін қамтамасыз ету. Мен жетекшілік ететін бағыт, тауарлар, қызметтер, капитал және жұмыс атқарудың еркін айналымын реттеу. Айтпақшы, Қазақстан соңғы жылдары интеграциялық бастамалар шеңберінде оны жетілдірумен белсенді айналысты, деді Бақыт Сұлтанов. Бұтын қысқан Қытай. Қытай сыртқы істер министрлігі мен Қытайдың Украинадағы елшілігі Украинадағы күрделі жағдайға байланысты азаматтарын сол елден кетуге үндеді. Елшілік эвакуациялау бойынша көмектесетінін мәлімдеді. Бұл жөнінде Қытайдың ағылшын тілінде ақпарат тарататын ресми Global Times басылымы хабарлады. Египеттің Киевтегі елшілігі де азаматтарын Украинадан мүмкіндігінше тезірек кетуге үндеді деп жазды Egypt Today сайты. Елшілік азаматтарына автобус не пойыз арқылы көрші елдерге кетуге кеңес берді. Елшілік сонымен бірге азаматтарын сақтықты күшейтіп, қауіпті аймақтарға бармауға шақырды. 5 күн бұрын Қазақстан сыртқы істер министрлігі де Қазақстанның Украинадағы елшілігі қызметкерлерін эвакуациялау мәселесін қарастырып жатқанын хабарлаған. Ведомство Украинадағы қазақстандықтардың да санын тексеріп жатқанын айтқан. Елшілік кейінгі кезде Украинадағы азаматтық нысандар мен инфрақұрылымдарға шабуыл қайта күшейгендіктен ондағы қазақстандықтарды елден кетуге, қазақстандықтарды Украинаға сапарын шегере тұруға үндеген. 10 қазаннан бері Киев пен Украинаның өзге қалалары жаппай зымыран шабуылына ұшыраған еді. Украина қарулы күштерінің бас штабы 16 қазанда таңертең орыс әскері соңғы 24 сағатта Украинадағы 30-дан астам қала мен елді мекенге соққы жасап, 5 зымыран ұшырып, 23 рет әуе шабуылын ұйымдастырғанын, 60 рет зымыранмен атқылағанын айтты. Украин күштері жауап ретінде 32 соққы жасап, 24 ресейлік зымыранды атып түсірген. Тәжікстан қарсы шықты. Белгород облысының әскери бөлімінде лаңкестік әрекет деп аталған атыс кезінде 22 адам қаза тауып, 15 адам жараланды. Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігі таратқан ресми нұсқаға сәйкес әскери бөлім аумағында теракт болды. Тәжікстан елдерінің 2 азаматы оқ атқан. Атыс арнайы атыс жаттығулары кезінде болды. Орындаушылар жойылды деп хабарланды билікке. Кейбір ресейлік ақпарат құралдары сайтқа бұрын жұмылдырылғандардың қоқан-лоққы мен ұрлық туралы шағымданғанын хабарлады. Сондай-ақ бөлімшеге келген адамдардың лиманға барудан бас тартқаны хабарланды. Кейбір ресейлік дереккөздер Брянск облысынан жұмылдырылған азаматтардың қайтыс болғанын әлі де сенімді дәлелдерсіз жазады. Бұл атап айтқанда жұмылдырылғандардың туыстарына сілтеме жасай отырып, Саута басылымы. Онда Украина шекарасынан 20 шақырымнан сәл астам жерде орналасқан Валуйки қаласының жанындағы Салоти ауылы маңындағы оқу-жаттығу полигоны туралы айтылып жатқаны жазылған. Ресей президенті Владимир Путин 10 қазанда Украинаға жасалған жаппай зымырандық шабуылда алға қойған мақсаттарына жеткен жоқ. Жалпы Путин фашист сөзсіз мақсаттарына қол жеткізе алмады. Осы әртүрлі зымыран түрлерінің жартысынан көбі ирандық камикадзе ұшқышсыз түсірілді. Әрине, өте көрнекі қатыгездік болды. Бұл таза геноцид, терроризм. Путин Киев, Львов, Николаев, Харьков, Запорожьемен не істеді? Путиннің өлтіруші генерал Суровикинді тағайындауы олардың Украинаны жаулап алу мүмкін емес болғандықтан, ұрыс даласында жеңіске жету мүмкін еместігін, Украинаны Сирия сияқты жою, қаланы қирату үлгісін ұстануға шешім қабылдаған үлгісін өздеріне қабылдағанын білдіреді. Бүйректегі заттарды қалыптастыру. Бірақ сарапшы Ресейдің табысқа жете алмайтынын атап өтті. Себебі украиндар өте тез үйренеді. Бізде өте жақсы жабдықталған армия бар. Менің ойымша 6 айдан кейін әлемдегі ең жоғары жабдықталған және кәсіби армия болады. Оған тең келер ешкім болмайды. Мүлде. Қару. Біздің жауынгерлер қарудың ең озық түрлерін меңгеруде.
Бұл 5-6 техно-экономикалық тәртіптегі қарулар. Батыс елдері Украина мен Украина қарулы күштері батыс өркениетінің жалғыз қорғаушысы екенін түсінеді. Украина енді жай ғана форпост емес, қамал. Бұл бекініс тірелмесе, нығайтылмаса, олардың өздері шегірткеге төтеп бере алмайды. 10 қазанда Ресей басқыншылары Украина территориясына 84-тен астам зымырандық және әуе соққысын жасады. Атап айтқанда, ереуілдер Винница, Львов, Кировоград, Николаев, Полтава, Тернополь, Житомир және Киев облыстарында тіркелді. Киевтің орталығына да шабуыл жасалды. Украина қарулы күштері бас штабының мәліметінше, 10 қазан күні таңертең Ресей Украинаға 84 зымыранды атқылаған, оның 56-сы жойылған. Украина қалаларына жаппай зымырандық шабуылдың салдарынан қазірдің өзінде 20 адам қаза тауып, тағы 108 адам жарақат алды. Иран Украинадағы соғыс үшін баллистикалық зымырандарды Ресейге бергісі келеді. Иран Украинаға қарсы соғыс үшін жер-жер баллистикалық зымырандарын Ресей Федерациясына беруді жоспарлап отыр. ақш-тың одақтас мемлекеттерінің бірінің барлау қызметі осындай қорытындыға келді. Барлау қызметкерлері ақш пен Украинаны хабардар етті. Бұл туралы Washington Post газетіне 2 америкалық шенеунік айтты. Фатех 110 және Золфагар зымырандарының алғашқы партиясы қазірдің өзінде зауыттарда дайындалып жатқаны атап өтілді. Бұл қысқа қашықтықтағы баллистикалық зымырандар сәйкесінше 300 және 700 км қашықтықтағы нысаналарда аталады. Басылымның мәліметінше, Иран таяу шығыстағы қысқа және орташа қашықтықтағы зымырандардың ең үлкен және әртүрлі арсеналдарының біріне ие. Fate 110 және Zolfagar'дың ең жаңа нұсқалары қуатты және салыстырмалы түрде қысқа қашықтықта өте дәл болып саналады. Кейбір модельдер зымыран операторларына нысанаға соңғы жақындау кезінде оларды басқаруға мүмкіндік беретін электр-оптикалық бағыттау жүйелерімен жабдықталған деп жазады газет. Украинаға қарсы соғыста Иранға көмектесу. Тамыз айының ортасында Ресей Иран тарапынан 1000 камикадзе ұшқышсыз ұшқышты сатып алғаны белгілі болды. Ресми түрде Иран Ресей Федерациясына ұшқышсыз ұшақтар беруден бас тартуды жалғастыруда. Осының аясында Украина Иранның соғыста ресейлік әскерилерге көрсететін кез келген қолдауы туралы ақпаратпен бөлісуді сұрап, Израильге жүгінді. Украина барлау қызметінің мәліметінше, Ресей Ираннан барлығы 2400 ұшқышсыз ұшаққа тапсырыс берген. Украина қорғаушылары 13 қыркүйекте Харьков облысында Иранның алғашқы ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Ал 23 қыркүйекте украиналық зенитшілер Мохажер-6 шабуылдаушы ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Қазір бұл ұшқышсыз ұшатын аппаратты Украина қарулы күштері пайдаланады. 10 және 11 қазанда Ресей әскерлері Украинаға жаппай шабуыл жасады. Зымырандардың әртүрлі түрлерінен басқа камикадзе дрондары да қолданылды. Жау Кривой Рогқа маңызды инфрақұрылымға шабуыл жасау үшін ұшқышсыз ұшақтарды жіберді. Винница облысында олар жылу электр станциясына шабуыл жасады. Маск Украинаны қолдады. Илон Маск Украинадағы Starlink қызметін қаржыландыра беретінін мәлімдеді. SpaceX Украинадағы Starlink спутник байланысын қаржыландыра береді. Бұл жөнінде компания басшысы Илон Маск Твиттерде жазды. Starlink ақша жоғалтып жатыр, ал өзге компаниялар салық төлеушілерден миллиардтаған доллар алады. Десе де Украина үкіметін тегін қаржыландыра береміз деп жазды Маск. Сен мәліметінше, қыркүйекте SpaceX компаниясы ақш қорғаныс министрлігіне ескерту хат жолдап, Starlink'тің Украинадағы қызметтерін қаржыландыра алмайтынын хабарлаған. Компания Пентагоннан жобаны қаржыландыруды өтінген. Қазан басында Маск SpaceX Украинадағы Starlink терминалдарын істету үшін $80 000 қаржы жұмсағанын, жыл соңына дейін компания шығыны $100 000 жететінін айтқан. Кейін Твиттерде терминалдарды істету үшін компания айына шамамен $20 000